Сәлеметсіздер ме, студенттер? Қоршаған ортаға антропогендік әсер етуге қатысты экологиялық процестердің заңнамасын талдау модулі бойынша әуе кеңістігін ауасын қорғау оқу практикасының бүгінгі біздің тақырыбымыз қауіпсіздік техникасы бойынша инструктаж. Сабағымыздың мақсаты химиялық зертханаларда құралдармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау қағидаттары туралы білімін еске сақтау және көбейту. Тәжірибе жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасының жалпы ережелерін есіңізде сақтаңыз. Жұмысқа кіріспес бұрын мұқият құралды қолдану нұсқауларын және техникалық қауіпсіздік ережелерін оқып, одан кейін жұмысқа кірісе беруге болады. Құрылғыларға және құралдармен жұмыс істегендегі негізгі қауіпті факторлерге: бірінші, химиялық реактивтердің әсері өртке қауіпті жеңіл тұтанатын және жанғыш органикалық еріткіштер. Екінші, электр тоғының әсері. Үшінші, жоғары концентрациясы озонның, азот оксидінің, металдар аэрозольдерінің және олардың оксидтерінің, көмір шаң тозаңның зиянды әсері. Төртінші, қоздыру көздерінде электродтарды ауыстыру кезінде күйіп қалу қаупі болып табылады. Электр қауіпсіздігі. Электромагнетизмнің алдын алу мақсатында жөнделмейтін отырғызылу кезінде немесе шарт бойынша қажетті қоршау болмаған жағдайда жұмыс істеуге тыйым салынады. Электр қондырғылардың ашық тоқ жүретін бөліктері маңында жұмыс жасауға және оларға тиюге электр құралдары маңына ескерту тақтайшаларын қойып оқшаулау қажет. Барлық ауыстыру және басқару тетіктері талдау процестер кезінде сыртқы бөлігіне шығарылып, электр тоғының бейтарап өткізбейтін материалдан болуы тиіс. Жоғары кернеулі бөлшектер корпуста және басқа бөлшектердің берілген кернеу нормасына сай оқшаулану қажет. Байланысатын сымдары бүтін бөлінбеген болуы керек. Жұмыс істелінетін мезетте қолжетімді, кез келген сәтте осы бөлімнен ажыратылатын орында энергия жүйеден орталық рубильник орналасуы керек. Ауыр электрлік ток болған жағдайда бірден жасанды дем беру тәсілін жасап, дәрігер шақырған жөн. Токсинді булармен және газдармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Қышқылдармен және сылтыңдармен жұмыс істегенде арнайы киімдерді пайдалану қажет. Көзілдірік және бас қорғау қауіпсіздік үшін қажетті заттарды қолданып, химиялық зертханаларда қолдануға үшін қойылған талаптарды, ережелерді сақтаған жөн. Жеңіл тұтанатын және жанғыш сұйықтықтармен барлық жұмыс тартпай шкаф вентиляция қосылу жағдайында, газды жандыруға және электрлік қыздырылатын құралдар өшіру болғанда ғана жүзеге асырылады. Өртке қауіпті заттармен жұмысты бір орында топтастыруға болмайды. Өрт қауіпсіздігі. Электр құрылғыларының зақымдалуы немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан өрт шығуы мүмкін. Сол себепті жұмыс орнында қол өрт сөндіргіш сақталуы қажет, ал жұмысшылар олармен қолдана білуі тиіс. Жеңіл тұтанатын сұйықтармен, сумен араласпайтын және де суда еритін жанатын заттар өртке оранса, жалынды өртті өшіру қажет. Талдауды жүргізуге арналған химиялық дайындау реакцияларды дайындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Мұқият жұмыс орнымен танысу, реактивтерді орналастыру кезектігімен танысу және теориялық материалдарды игеру. Ыдыс, құралдар және реактивтер қашанда таза болуы керек. Ерітінділермен тұрған пробиркаларды, склянкаларды этикетка болуы керек. Барлық қышқылдар мен сілтілер жағымсыз иісті заттар тартпа шкафта сақталған жөн. Егер теріге қышқыл құйылған жағдайда немесе сілті, онда күйген жерді алдымен кран суымен шайып, қалдықтарын қышқылды сода ерітіндісімен бейтараптандырып, ал сілтіні сірке қышқылымен тазартады. Шұңғымаға қышқылдарды, тұздарды, сілтілерді, тұрмыстық әйнек қалдықтарын қағаз лақтыруға тыйым салынады. Бұл мақсаттарда арнайы шыны ыдыс немесе эмальданған шелек қолданылады. Уланудың алдын алу үшін дайындық жүріп жатқан зертханалықтар тамақтануға тыйым салынады. Дайындықтан кейін мұқият қолды жуу керек. Зертханадағы қауіпсіздік техникасы. Оқытушының рұқсатынсыз стенд немесе құралдармен жұмыс жасауға болмайды. Жұмысқа кірісерде көз су және өшіру ережелерімен танысу. Электрожүйеде тоқ болмаған кезде құрылғыларды қосу және өшіру. Байланысатын сымдар бейтарап электр тоғын өткізбейтін металдардан оқшауландыру қажет. Панельдегі ұядағы және басқа да жоғары кернеулі бөліктерге тиесілі болмайды. Зертханалық жұмыс істеу тәртібін қатаң сақтау. Төтенше жағдай болған жағдайда бірден электр жүйесін ажыратып оқытушыға баяндау керек.
Құрметті студенттер, Patronus платформасы арқылы ұсынылған мәліметтерге сүйене отырып, тапсырмаларыңызды орындап, тексеруге жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет.